әйеліңе күліп қарасаң сауап аласың. Яғни әйелі бала шағаңа тамақ берсең сауап аласың. Осының барлығы не? Шариғатта садақа болып саналады. Айттық, біріншісі, үйлену бұл сауап, оның артықшылығы, оның пайдасы, біріншісі сізді зинадан сақтап қояды, тозаққа қалқан болады. Екіншісі, әйелі мен баласына қараған үшін бұл садақа, бұл ең үлкен сауап. Сен әйеліңнің аузына салған бір кішкентай түйір наныңның өзіне сен сауап аласың дейді. Сен үйің күнделікті жұмыс істейсің, бала шағаң қарайсың, оның барлығы саған сауап. Үйленудің пайдасы. Үшіншісі, отбасы құрсаң, үйленіп бір отбасы құрсаң, бір үммет қалыптастырасың. Яғни бір үммет қалыптастырасың. Ұрпағың өседі, өнеді, бір үлкен үммет қалыптастырасың дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, үйленіңдер, көбейіңдер, сендердің көптіктеріңмен мен мақтанам дейді қиямет күнінде. Төртінші пайдасы, ұрпағың тәрбиелеу садақай жария дейді. Ең үлкен сауап міне осы жерде жатыр. Сен ұрпағыңды тәрбиелейсің, бұл садақай жария. Демің таусылса да, артыңнан жақсылығың таусылмайды. Бала шағаң саған Құран оқып отырады, садақа жібереді, әрдайым дұға тілеп, сен үшін кешірім сұрайды. Ең үлкен садақай жария міне. Сенің ұрпақтарынан саған осындай жақсылықтар келеді. Үйленудің артықшылығы.